сені ақшалай қарыздан құтқаратын дұға. Ең бірінші өзің қарыз кредит алып қоя беретініңді, ақшаңды оңды солға шаша беретініңді өзіңе мойындап Аллахқа барып айту керексің. Я Аллахым, сен өзің маған көмектесші, мен артық шығындарды жасай бермейінші, керек емес дүниені қайта сатып ала бермейінші. Аллахым, маған өзің көмектесші, мен сенің көмегің болмасаң, мен деген кредит алып қоя берем, артық ақшаны жұмсап қоя берем деп өзіңе өзің мойындап, және де я Алла, я Раббым, әл-ғани, әл-уахаб, әл-мұғни, әр-разақ деген есімді үнемі айтатын болсаңыздар, осы есімдермен зікір салып жүретін болсаңыздар, міндетті түрде сіздер қарыздан құтыла бастайтын боласыздар. Себебі ар-разақ, ризықтың иесі Аллах. Осы Аллахтың есімін айту арқылы қарыздан шығып, және де табыстарыңыз арта бастайды. Әрине, міндетті түрде салауат айту міндетті.